Жалпы адам баласының ойынан, жеке интеллектісінен, оның жасаған жұмысынан шыққан нәтиже барлығы да бұл адамның жеке зияткерлік меншігі болып есептеледі. Себебі адамның шығарған туындысы, жазған шығармасы, құрастырған өлеңі немесе басқада түсірген суреті, түсірген бейне баяндары, бұның барлығы да адам қолымен жасалғандықтан сол адамның авторлық дүниесі болып есептеледі. Әрине, ол басқа біреудікінен қайталанбайтын болса. Алғашқы шығарған ақынның өлеңі, жазушының кітабы, бұның барлығы да сол адамдарға тиесілі жеке меншік өздерінің зияткерлік меншіктері болып есептеледі. Осы зияткерлік меншікті қорғау қазіргі таңда бүкіл әлемде үлкен мәселе туғызып отырған жағдай. Себебі қазіргі таңда біреудің түсірген киносын көшіріп сату, біреудің әнін қайтадан орындау, немесе өлең жолдарын ұрлап алу, тіпті өнеркәсіптік салада кездесетін әртүрлі ойлап тапқан данышпандардың дүниелерін көшіріп алу, басқаша өзгертіп жасау, бұның барлығы да сол адамның жеке ойынан, жеке ақыл дарынынан шыққан туындыларға кесірін тигізіп жатады. Сол себепті де еліміздің әділет министрлігінің тарапынан зияткерлік меншік құқықтарын қорғау жөніндегі комитет құрылған болатын. Бұл комитеттің негізгі міндеті де осы саладағы жеке авторлардың, азаматтардың төл туындыларын, төл өнертапқыштардың жасаған жұмыстарының барлығында зияткерлік меншік екендігін анықтап, оның авторлық құқығын қорғау болып табылады. Мынау енді қаралып жатқан заң жобасы біреуін білесіздер, былтыр желтоқсан айында өткізген болатын. Бірінші заң жобасы, екінші заң жобасы 17 сәуірде елбасы жинап тапсырма берген болатын. Осы тапсырманың сәйкес біз екінші заң жобасын дайындадық. Бұнда мына интернет жүйесінде көп кемшіліктерді. Сосын мына авторлық құқықта қандай мүмкіншіліктер болады. Мысалы, көбісі қазір бізде әсіресе көп өнер саласында жүргендер. Бір ұйымға құрылады да, олар бәрі жаңа қатысқан жарнаманы жинайды, бірақ тиесілі адамдар алмайды. Оның бәрі осы жайында мысалы оның бәрін біріктірейін деп жатырмыз. Керек пе мысалы 10 шақты, 20 шақты құрып алады, ешқайсысынан ешқандай пайда жоқ. Осының бәрі келешекте бәрі біріктіріліп, мысалы бір ғана алады да бір ұйым. Сол ұйым арқылы ғана беріледі, бірақ ұйым ғана берілетін нәрсе. Қалғандар сол ұйымға кіру керек. Сонда ғана тәртіп болады. Әйтпесе бүгінгі дейін 10 шақтысы ашылды, ол әрқайсысы өз беттерімен жұмыс істеп жатыр. Енді әділет министрлігі мына зияткерлік меншікті қорғау комитеті тек қана оның жұмыстарын ғана қадағалайды. Оның ішінде не болып жатқанын бізге онда құқығымыз оны қадағалауға. Жақында прокурорлық тексеру болды, ол жайында үлкен кемшіліктердің бетін ашты. Бас прокуратураның ұсынысы бізде қаралып жатыр бүгінгі күнде. Онда осы мәселелер жайында осылар көп қорғалып жатыр. Екінші, азаматтық кодекске өзгерістер енгізу. Онда жаңа интернет жүйесінде. Оларды қалай қорғауымыз керек. Бүгінгі мынау көтеріліп отырған мәселе зияткерлікті қорғауда, авторлық құқықты қорғауда. Бұл мына мемлекет бізге келешек үшін. Қай мемлекетте болсын, бірінші мына өзінің жаңағы өнертапқыштарын, солардың авторлар жаңағы өнер саласында жүрген адамдар, осылардың құқығы өте жоғары қойылған. Сондықтан Қазақстанна бүкіл мемлекет зияткерлік оның мүшесіміз. Сондықтан бүгінгі қойылып отырған талапты орындауға міндеттіміз. Жалпы қазіргі таңда зияткерлік меншікті қорғау саласынан Қазақстан едәуір ілгері жылжушылық байқалады. Себебі бұған сырт көз сыншы дегендей, сырт елдердегі мұхит ар жағындағы бұл мәселеге өте мұқият қарайтын Америка құрама штаттарындағы мамандардың өзі Қазақстанда қара тізімнен алып тастаса керек. Бұл деген сөз Қазақстанның зияткерлік меншікті құқығын қорғау саласындағы жасап жатқан жұмыстарының нәтиже беріп, оған сырттағы жалпы осы зияткерлік меншік құқық саласымен айналысып жүрген үлкен халықаралық ұйымдардың сенім білдіргендігінің және қазақстандық жұмыстың нәтижелі екендігіне сенім білдіріп отырғандығының айқын белгісі дейді мамандар. 2011 жылғы 2 мамырда Америка құрама штаттарынан Сауда палатасы зияткерлік меншік құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз етпейтін мемлекеттік туралы ақпаратты көздейтін әлемдегі зияткерлік меншік құқықтарын бұзу туралы спешл 101 репорт арнайы баяндаманы жариялады. Америка Сауда палатасы жариялаған баяндамада Америка қазақстандық екі жақты сауда келісімі бойынша зияткерлік меншік құқықтарын қорғау бойынша міндеттерді орындау бойынша Қазақстанның мемлекеттік органдарымен атқарылған қомақты жұмысына жағымды бағалады. Америка тарапы заңнаманы
Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымы зияткерлік меншік құқықтарын сауда аспектілері жөніндегі келісімге сәйкестендіру және зияткерлік меншік құқықтарын қамтамасыз етуге оң бағасын берді. Зияткерлік меншікті құруға негізделген бұл комитетте қазір екі басқармасы бар. Оның бірі зияткерлік меншік құқық саласындағы заңдарды сақтауға және авторлық және сабақтас құқықтарды қорғауға негізделсе, екіншісі өндіріс саласындағы өнеркәсіпте кездесетін зияткерлік меншік өнімдеріне деген құқықтың сақталуын, заңның орындалуын қадағалауға негізделген басқармалар. Біздің зияткерлік меншік құқығы комитеті Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ведомствосынан болып есептеледі. Комитетке жалпы зияткерлік меншік құқығы саласындағы құқықтарды қамтамасыз етумен айналысу жүктелген. Оның ішінде жаңағы тексерумен де тексерістер жүргізуге де жаңағы міндет жүктелген. Әрине заңға да өзгерістер енгізіліп жатыр жылда. Ол жаңағы тәжірибеге байланысты. Тәжірибеде жаңа заңды қолданып, бір тұжырымға келіп жатқан тұжырымға келіп, жаңағындай бір қорытынды жасап, қажет болған кезде жаңағы қолданыстағы заңнамаға да өзгерістер енгізіліп жатыр. Оған мысалы, егер айта кететін болсақ, биыл әкімшілік құқық бұзушылық кодекске, сосын қылмыстық кодекске осы авторлық құқыққа бекітілген пайдалану жөніндегі өзгерістер енгізіліп жатыр. Олар жауапкершілікті күшейтуге бағытталған. Сосын екіншіден бізде қазір интернет жүйесі кең қолданып жатқаннан кейін сол салада көп жаңағыдай құқық бұзушылықтарды анықталып жатыр. Соған ертең мысалы жұмыста тиімді болсын, заңды дұрыс пайдалану үшін сондай өзгерістер енгізіліп жатыр. Қазіргі таңда комитеттің екі басқармасы барлық өздеріне берілген міндеттерді толық атқара білуде. Соның нәтижесінде авторлық және де сабақтас құқықтарды қорғау мен өнеркәсіп саласындағы зияткерлік меншікті бақылау және оның заңдылықтарының сақталуы да аталмыш комитет мамандарының мойнына жүктелген үлкен міндеттердің бірі. Қазіргі таңда ел азаматтарының арасында авторлық құқық пен осы саладағы заңдылықтардың сақталуына қатысты біраз түсіндірме жұмыстары мен алдын алу шаралары да жүргізіліп тұрады тұрақты түрде. Соның арқасында қазіргі жағдай едәуір жақсарған. Екі басқарма бар. Олар біреуі жаңа авторлық құқықтар мен және сабақтас құқықтар жөніндегі басқарма. Екінші басқарма ол жаңағы өнеркәсіп меншік жөніндегі басқармасы. Осы екі басқарма жалпы комитетке жүктелген ең басты міндеті саясатты жүзеге асыру. Әрине облыстардағы әділет департаменттерде арнайы бөлімдер бар. Зияткерлік меншік құқығын жөніндегі. Олар нақты тексерістермен жаңағы айналысып, нақты біздің индикатор болып саналатын жаңағы әділет департаменттерінің жаңағы құрылымдық бөлімшелері. Кез келген сала секілді авторлық құқық саласын қорғау, осы саладағы заңдылықтарды жүзеге асыру және де авторлардың барынша құқығының сақталуын қорғау мәселелері елімізде егемендік алғаннан бері басталған болса керек. Егер тарихқа сүйенсек, мысалы Совет өкіметі кезінде мысалы жаңағы авторлық құқықты жөніндегі жаңағы қарым-қатынастарды мысалы мемлекеттік монополия болып саналатын. Кейіннен өзіміз егемендік алғаннан кейін жаңағы нарықтық экономика құрамыз, нарықтық экономика дамытамыз дегендей, жаңағы азаматтық қоғам дамытамыз деген бағытта бұл мәселе өте көкейтесті болды. Өйткені қазір Қазақстан жаңағы әлемдік қауымдастыққа кіріп жатып, жаңағы өзіне бір міндеттерді алып, бір жағынан нағыз жаңағы
демократиялық мемлекеттің маңызы ол жаңағы азаматтың, адамның құқығын қамтамасыз ету. Оның ішінде жаңағы зияткерлік меншік саласындағы құқықтар. Сол себептен біз мысалы комитетпен, жаңағы жергілікті әділет департаменттердегі бөлімдер тексеріспен ғана шектелмей, жаңағы құқық түсіндіру, үгіт насихат жұмыстарымен де айналысады. Өйткені адамдарға түсіндіру керек, азаматтарға. Мысалы, мынадай меншік бар, осындай зияткерлік меншік деген. Оған түсіндіру керек, ол біреудікі, мысалы, ол жаңағы творчестволық жолда жасалған объектілер, оның иесі бар. Ол иесі әрине өзі біледі, қалай пайдаланады, кімге рұқсат береді пайдалануға деген сияқты сұрақтарға, мысалы, сондай сұрақтарды түсіндіріп, соған осы себептен жаңағы маңына көп назар аударамыз. Пираттық өніммен күресу қазіргі таңдағы комитеттің ең үлкен міндеттерінің бірі. Себебі дәл осы пираттық өнім сатумен, оны таратумен және де оны өндірумен айналысатын азаматтар еліміздегі барлық авторлардың құқығын бұзып отырғанда осылар. Олар тек отандық авторлар емес, шет елдерде жасалған кинолар, жазылған әндер, шығарылған өлең кітаптардың барлығында құқығын бұзады. Жаңа пират десек, жаңа мен айтып кеттім ғой, біреудің пираттар, мысалы, жаңағы олардың заң бұзған мағынасы біреудің мүлігін иемденіп алып, өз бетінше сату, рұқсатсыз. Жаңағы пираттардың, мысалы, жаңағы қара ісі интернет арқылы болсын, немесе басқа мемлекеттерден жаңағы контрабандалық жолмен әкелген дискілер, ол мысалы, ол авторлар мен жаңағы құқық иеленушілер оған рұқсат берген жоқ. Сосын біздің жаңағы құқық түсіндіру жұмысында біреудің жаңағы мүлігін иемденіп алып сату, ол кәдімгі біреудің мүлігін ұрлап кейін сату деген неге теңдестіріп жаңағы түсіндіреміз. Ал егер айта кететін болсақ, осы Қазақстан Республикасы бойынша 830-ға жуық тексерістер жүргізілді. 200 астам тексерістер олар жаңағы аудиовизуалды өнімдерге байланысты. Осы 9 айда 2011 жылы жалпы 65 мың астам контрафактылық жаңағыдай өнім алынды. Оның суммасы 29 миллион теңгесін құрады. Ал егер бір мысал келтіретін болсақ, осы жақында ғана 24 қыркүйек пен 15 қазанда комитет пен ішкі істер органының бірігіп бастамасымен осы Астана қаласында тексерістер жүргізілді. Осы тексерістер нәтижесінде 29 орын заңсыз аудиовизуалдық өнімді сатумен айналысқан анықталды. 28 адам ұсталынды. 6,5 мың дана жаңағыдай контрафактылық дискі алынды. Олардың алынған дискілер және ұсталған азаматтар, оның ішінде шетел мемлекеттердің азаматтары бар, кәмелетке толмаған азаматтар бар. Құқық қорғау органдарына тапсырылып, тиісті қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешім қабылдауға жіберілді. Аталмыш саладағы пираттық өнімдерді сату еш тыйылар емес. Қазіргі таңда көп азаматтар өздерінің немен айналысып жүргенін білмесе керек. Ал біраз бөлігі білсе де бұл шаруадан нәпақа табу табыс көзі ретінде қабылдап, айналысуларын еш тимайды. Себебі заңдарымызда да олқылықтар бар көрінеді. Қазіргі таңдағы пираттық өнім сатуға, жалпы авторлық құқыққа қол соғуға жасалған қылмыстарға байланысты әкімшілік жауапкершілікпен шектеліп жатады. Егер тек келтірілген зиян, сатылған өнім көлемі 100 айлық есептік көрсеткіштен асатын болса ғана
қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бірақ бұндай жағдай өте сирек кездеседі. Сол себепті де алдағы уақытта еліміздегі аталмыш саладағы жауапкершілікті арттырып, құқықтық жауапкершілікке, тағы да әкімшілік жауапкершілікте салынатын айыппұлдардың көлемін қосу керек деп есептейді мамандар. Жауапкершілік әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде де және қылмыстық кодексте де жауапкершілік көзделген. Оның айырмашылығы жаңағы автор мен құқық иеленушіге келтірген залалдың көлемі білдіреді. Егер автор мен құқық иеленушіге келтірген залалдың суммасы 100 айлық көрсеткіштен асса, ол қылмыстық іс деп болып саналады. Егер одан төмен болса, әкімшілік құқық бұзушылық деп есептеледі. Жаңа әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі өндірісті әділет органдары жүзеге асырады. Сонымен қатар жаңа қылмыстық істер жөніндегі тергеуді ішкі істер органдары жүзеге асырады. Биылғы жылдың 9 айының өзінде 300-ден астам іс қозғалған, оның ішінде әкімшілік және қылмыстық істер де бар. Оның барлығының кесірі заңды білмеушіліктен және де заңның кейбір тұстарының олқылығынан болады дейді мамандар. Егер статистикаға сүйенсек, мысалы биыл 9 айда 346 әкімшілік іс қозғалды. Осы әділет органдарымен жаңа зияткерлік меншік құқық саласындағы құқық бұзушылықтарға қатысты. Кейбір авторлар авторлық құқық екенін жалпы біледі, жаңағы ішіндегі айрықша мүліктік құқықтар деген сияқты ол не білдіреді? Оған көп мысалы авторлар біле бермейді. Енді бізде менің заңнамаға сәйкес арнайы ұйымдар бар. Олардың жаңағы құқықтарын қамтамасыз етіп, көмегін көрсетіп, қолданған жаңағы туындылар үшін жаңағы сыйақысын жинайтын ұйымдар, мысалы олардың міндеті. Бірақ та бізде әділет органдарының қозғалған әкімшілік істер бойынша олар мысалы ертең азаматтық құқықтық тұрғыда сотқа беріп, мысалы міне осындай кісі кінәлі деп танылды, осымен әрекетімен маған зиян келтірілді деп, олар мысалы сотқа арыз береді. Автор өз туындысын комитетке келіп тіркеуіне болады. Тіркеу міндетті емес, бірақ тіркегені абзал дейді мамандар. Себебі автордың туындысын алда-жалда басқа біреу ұрлап алып, немесе соның ішіндегі қандай да бір сөздерімен, басқа да құрылымдарымен қолданатын болса, ертең оны дәлелдеу ауырға соғады. Себебі авторлық құқық саласында өз туындысын, өзінің ойлап тапқан затын кім бірінші келіп тіркеп соған авторлық құжатын алатын болса, бұл туынды және өнер тапқыштық сол адамның тиісіне жазылатын болады. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар заңнамасына сәйкес автор өзінің туындысын мысалы көпшілік алдында білдіру үшін осы біздің комитетте айрықша мүліктік құқықтарын тіркей алады. Заң бойынша бұл тіркеу міндетті емес, өзінің жаңа автордың кез келген уақытында арыз негізінде жүзеге асады. Ол үшін туындының бір данасын жеке куәліктің көшірмесін және жаңағы осы тіркеу үшін төленген алым жөніндегі квитанциясын бізге түбіртегін әкеп береді, тапсырады. Осы құжаттар негізінде жаңағы айрықша мүліктік құқықтар тіркеледі. Автор өзінің зияткерлік меншігін тіркеу үшін ең алдымен аталған өнімін немесе туындысын жақсылап барлық талаптарға сай етіп, одан кейін мемлекетке жарнасын өтеп, сол төлем жөніндегі өзінің төлем қағазын алып, меншік құқықтарын тіркеу жөніндегі комитетке келіп, зияткерлік меншігін өз атына тіркеуіне толық мүмкіндігі бар. Тек осы жағдайда біздегі зияткерлік меншік құқығы сақталатын болады.